Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге биологияны жетік меңгерем онлайн курсы және оның авторы Шәкәрімова Ардақ Қалымқожақызы. Құрметті оқушылар, бүгін біз жасушалық биология тарауында 10 сыныпта жасушаның құрылысы, оның ішінде цитоплазма және оның органоидтарын қарастыратын боламыз. Бұл тақырып ұлттық бірыңғай тестте көп кездеседі, сондықтан аса мұқият болыңыздар. Жалпы алғанда цитоплазма ол жасушаның ішін толтырып жатқан тұтқыр сұйықтық. Цитоплазма келесідей құрамдас бөліктерден тұрады екен. Біріншісі гелоплазма, екіншісі қосындылар, үшіншісі органоидтар. Гелоплазма дегеніміз қосындылары мен органоидтарынан арылған жасушаның ішін толтырып жатқан сұйықтық. Гелоплазмадан кейінгі екінші ол жасуша қосындылары. Жасуша қосындылары ол тұрақты түрде болмайтын, жасушаның ішінде бірде пайда болып, бірде жойылып отыратын жасушаның құрамдас бөліктері. Келесі органоидтар. Органоидтар жасушаның ішінде тұрақты болатын, белгілі бір қызмет атқаратын жасуша бөліктері екен. Жалпы органоидтар жасуша мембранасына байланысты келесідей түрлері бар екен. Бұл бірінші мембранасыз органоидтар, ол жасуша орталығы, рибосома, микрофиламенттер, микротүтікшелер және аралық филаменттер жатады екен. Яғни, жаңа айтып өткен органоидтардың жасуша қапқышасы, мембранасы болмайды, сондықтан мембранасыз органоидтар дейміз. Екіншісі, бір мембраналы органоидтар. Яғни, бұл органоидтардың бір ғана мембранасы болады. Оларға эндоплазмалық тор, вакуоль және гольжи жиынтықтары жатады екен. Келесі екі мембраналы органоидтар. Екі мембраналы органоидтар ол хлоропласттар мен митохондриялар жатады екен. Сонымен бізде жаңа айттық гелоплазма ол тұтқыр сұйықты, қосындылар бірде болады, бірде жойылып отырады, органоидтар тұрақты түрде болады. Енді гелоплазма өзі екі бөліктен тұрады екен. Біріншісі дисперстік орта, ол су жатады екен. Екіншісі дисперстік фаза. Бұл дисперстік фазаға осы суда еріген барлық органикалық заттар, нәруыз, көмірсу және бейорганикалық заттар жатады екен. Гелоплазманың қандай қызметі бар? Ең бірінші, әрине, ол жасушаның бөліктерін бір-бірімен байланыстырып, заттың тасымалын қамтамасыз етеді. Екіншіден, осы гелоплазмада гликолиздің, яғни глюкозаның ыдырауы анаэробты кезеңі осы гелоплазмада жүзеге асады екен. Енді балалар, біз мембранасыз органоидтарды қарастырамыз. Жаңа айтқанбыз, мембранасыз органоидтардың, яғни мембранасы болмайды. Оларға микрофиламенттер, микротүтікшелер, аралық филаменттер, рибосома және жасуша орталығы жатады. Енді осы микрофиламент, микротүтікше, аралық филаменттер жасуша қаңқасын құрайды екен. Жасуша қаңқасы дегеніміз не? Ол жасушаға тірек болып тұратын жасушаның бір бөліктерімен екінші бөліктерін байланыстыратын құрылымдар. Ең біріншісі микротүтікшелер. Бұл микротүтікше жасуша қаңқасы немесе цитоқаңқаның негізгі бөлігі болып табылады екен. Ол түтікшелерден тұрады. Олар ұзындығы 25 нанометр екен. Осы микротүтікшелер тубулин деген нәруыздан тұрады. Іші қуыс, пішіні цилиндр тәрізді, тубулин деген нәруыздан тұратын құрылымдар микротүтікше деп аталады. Микротүтікшелердің сыртында кинезин және денинин деген нәруыздар бар екен. Олар осы микротүтікшелер тасымалдау қызметін атқарады. Сақтаймыз. Іші қуыс, түтік тәрізді, тубулин деген нәруыздан тұратын жасушаның мембранасы жоқ органоидтары, олар тасымалға қатысады. Олар микротүтікшелер деп аталады. Негізгі сақтайтынымыз тубулиннен тұрады, тасымалға қатысады. Іші қуыс, түтіктер. Екіншісі микрофиламенттер. Бұл жіңішке тәрізді талшықтар, диаметрі 4-6 нанометр болады. Олардың жалпы қызметі қандай? Бұл микрофиламенттер қозғалысқа қатысады. Мысалға алатын болсақ, амебалар қозғалады, фагоцитоз құбылысы кезінде лейкоциттер қозғалады. Солардың қозғалысы осы микрофиламенттерге байланысты екен. Сонымен қоса микрофиламенттер жасушаны сақтау және
өзгеру қызметін атқарады. Сонымен қоса цитокинез дейміз, яғни жасушада бөлінген кезде цитоплазманың бөлінуіне қатысады екен. Бұл микрофиламенттер актиннен тұрады, микротүтікшелер тубулиннен тұрады, және айтты қол тасымалдау болса микрофиламенттер ол актиннен тұрады, өзі ол қозғалыс негізгі жасушаның бөлінуі, жасушаның ішіндегі мысалға алатын болсақ феноцитоз, фагоцитоз, сол сияқты қозғалыстар созылу және өзгеру қабілеті сақтадық. Енді үшінші жасуша қаңқасын құрайтын ол біздегі құрамдас бөлік, ол аралық филаменттер. Ол жасушаны тесіп өтетін, жасушаға беріктік, мықтылық қасиет беретін талшықтар екен. Олардың қалыңдығы 8-19 нанометр екен. Бұлар мысалға алатын болсақ әсіресе жүк түсетін жасушаларда болады екен. Бұлардың мысал үшін түрлі нәруыздардан тұрады. Креатинин эпителий ұлпаларында, виментин, десмин бұлшығы толпаларында болады екен. Жаңадан айттық, күш түсетіндерде болады, механикалық беріктік береді, жасушаның созылып, жырылып кетуден қорғайды. Сонымен қоса жасушаның ішінде ядроны белгілі бір бөлікте тұрақты ұстап тұрады екен. Эпителий және бұлшығы жасушаларында көбірек кездеседі. Сонымен бір қайталап шығайық, біз микротүтікше бұл тубулиннен тұрады, жасушаның ішіндегі заттардың тасымалы. Ал микрофиламент ол бізде актиннен тұрады, негізінен алғанда жасушаның қозғалысы. Аралық филамент виментин, десмин, кератин деген сияқтылардан тұрады. Ол жасушаға беріктік қасиет береді, созылудан және жырылып кетуден қорғайды екен. Негізінен эпителий мен бұлшық ұлпаларынан тұрады. Сіздерге түсінікті болды ғой деген ойдамын. Бұны бір таблица түрінде қазір мен сіздерге ұсынам. Соны да дәптерлеріңізге жазып алуларыңызға болады. Оқушылар, енді бізде келесі жасуша қаңқасының құрамына болатын аралық филамент, микрофиламент, микротүтікшелерден кейінгі мембранасы жоқ органоидтар, бұл жасуша орталығы. Жасуша орталығын диплосома деп те атайды. Неге? Себебі ол екі центромерадан тұрады. Ол аналық және жетілмеген, онан кейін қосалқы жетілген деп бөлінеді екен. Оның негізгі қызметі жасушаның бөліну кезінде бұл екі еселенеді, яғни жасушаның бөлінуіне қатысады екен. Сақтаймыз. Мембранасы жоқ органоид жасуша орталығы диплосома деп аталады. Ол жасушаның бөлінуіне қатысады. Митоздың интерфазаның соңғы G2 кезінде осы екі еселеніп жасушаның бөлінуіне қатысады. Келесі мембранасы жоқ органоид ол рибосома. Рибосома екі субпірліктен тұрады, үлкен және кіші. Бұл субпірліктердің мембранасы болмайды, олар ақпараттық рыңқаның бойында моншақ тәрізді орналасып, полисома немесе полирибосома түзеді екен. Олар цитоплазмада еркін орналасуы мүмкін, немесе эндоплазмалық тордың қабырғасына да бекіп орналасады. Мысалға алатын болсақ, эндоплазмалық тордың қабырғасында рибосома болса, ол эндоплазмалық тор, түйіршікті эндоплазмалық тор деп аталады. Олар тек қана эукариотты емес, прокариотты жасушаларда, бактерияларда болады. Бактериялардағы олардың өлшем бірлігі 25-29 нанометр екен. Ал эукариотты жасушаларда 30-32 нанометр болып табылады. Рибосомалардың негізгі қызметі нәруыз биосинтезін жүзеге асырады. Сонымен микрофиламент, аралық филамент және микротүтікшелер қаңқа. Ал қызметі жасушаның қозғалысы және тірек болса, жасуша орталығы бөліну, рибосома нәруыз синтезіне қатысады. Біз сіздермен мембранасы жоқ органоидтарды толық қарастырып болдық. Құрметті оқушылар, енді біз сіздермен екі мембраналы органоидтарды қарастырамыз. Екі мембраналы органоидтарға митохондрия мен хлоропласт жатады. Хлоропласттың құрылысын және ашылу тарихын талдаймыз. Хлоропласты ең алғаш рет Крикер атты ғалым ашқан екен. Ол оған саркосома деген ат берген екен.
Одан кейін екінші рет Альтман деген ғалым ашып, оған биобласт деген атау берген. Ал Бенда деген ғалым митохондрия деген атау берген. Сақтаймыз сонда: Бенда митохондрия, Альтман бізде биобласт, Клекер саркосома деген атау берген. Осы үш ғалымда митохондрияның ашылуына үлес қосқан адамдар. Тек қана Бенда митохондрия деген атау берген. Митохондрия ол қос мембраналы органоид. Оның сыртқы мембранасы және ішкі мембранасы бар. Сыртқы мембранасы тегіс болады. Сыртқы мембранасындағы нәруыздардан қалыптасатын тесіктер париндер деп аталады. Яғни парин деген сұрақ келсе, сіздер айтасыздар: сыртқы мембранадағы митохондриядағы тесік, ол цитоплазмадан оқшаулайды екен. Ішкі мембранасында өсінділер болады. Бұл өсінділер криста деп аталады екен. Кристалардың жалпы ішін, яғни ішкі митохондрияның ішін толтырып жатқан сұйықтық матрикс деп аталады. Матрикстің жалпы алғанда қызметі қандай? Онда Кребс циклі жүретін. Бұл мына энергетикалық алмасудағы бір кезең Кребс циклі жүреді екен. Енді жалпы митохондрияның ұзындығы қандай? Ұзындығы 1,5-тен 10 микрометрге дейін, ені 0,125-тен 1 микрометрге дейін болады екен. Митохондрия негізінен алғанда жүрек және бұлшық жасушаларында көп болады. Не себебі митохондрияның негізгі қызметі ол энергия түзу, яғни жасушаның энергетикалық станциясы. Біздің организмімізге келген глюкоза осы митохондрияда тотығып, АТФ деген энергия көзі болып табылатын қосылысты түзеді. Сондықтан біз митохондрияның қызметі жасушаны энергиямен қамтамасыз ету деп табамыз. Ол екі мембраналы органоид, ішкі мембранасындағы өсіндісі криста, ішін толтырған сұйықтық матрикс деп аталады. Құрметті оқушылар, енді бізде сіздермен екі мембраналы органоидтардың бір топтары бұл пластидтер. Пластидтер бұл тек өсімдіктерде ғана болатын органоидтар. Олардың келесідей түрлері бар екен. Бірінші этиобласт. Этиобласт бұл жарық түспейтін, әсер етпеген пластидтер, қараңғыда өсетін өсімдіктерде болады. Онан кейінгісі хлоропласт. Хлоропласт бұл жасыл түсті пигменті бар органоид. Онан кейін хромопласт. Хромопласт қызыл сары түсті пластид. Онан кейін лейкопласт. Лейкопласт бұл ақ түсті пластид екен. Жалпы этиобласт бұл бізде лейкопластқа айналады. Лейкопласт, мысалға айтатын болсақ, жарық түскенде хлоропластқа айналады. Хлоропласт хромопластқа айнала алады екен. Яғни көріп отырсаңыздар, пластидтер бір-біріне айнала алады. Хромопласт жаңа ғана айтты, құрамында сары және қызыл түсті пигменттері, каротиноиды бар органоид. Оның құрамында телокоидтар бар, бірақ телокоидтар грана түзбейді екен. Олар өсімдіктің күлтелері, жемістеріне қызыл сары түс береді екен. Олар хлоропласттардан күзге қарай, мысалы үшін хлоропласттар хромопласттарға айналып, жапырақтар, жасыл жапырақтар қызыл сары жапырақтарға айналады екен. Енді келесі пластид ол лейкопласт. Лейкопласт ол ақ түсті пластид. Лейкопластыр деген сөз жалпы ақ қой. Яғни лейкопласт ақ түсті. Лейкопласттың қызметі ол қоректік заттарды қорға жинайды екен. Бұл өсімдіктің, мысалға алатын болсақ, түйнегінде, картоптың түйнегінде заттар қорға жиналады екен. Сонымен хлоропласт жасыл, хромопласт қызыл сары, лейкопласт ақ түсті пластидтер. Этиобласт ол бізде жаңа айттық, жарық түспеген пластидтер. Енді жалпы пластидтерді 1678 жылы Левенгук атты ғалым ашқан екен.
Құрметті оқушылар, енді бізде 10 сыныптың кітабында жалпы биологияда хлоропласттың құрылысы мен қызметіне ерекше тоқталамыз. Себебі хлоропласт жер бетіндегі ең маңызды процесті жүзеге асыратын фотосинтез процесін жүзеге асырады. Сол себепті хлоропласт бұл жасыл түсті пигменті хлорофилі бар пластид. Хлоропласт екі мембраналы. Сыртқы мембранасы тегіс, ішкі мембранасында өсінділері бар. Хлоропласттың ішкі мембранасындағы өсінділерді тилакоид деп атайды екенбіз. Тилакоид. Тилакоидтар жеке орналаспайды, бірінің үстінде бірі орналасып, тилакоидтардың жиынтығын грана дейді екенбіз. Жалпы алғанда осы тилакоид пен граналарда фотосинтездің жарық фазасы жүзеге асады екен. Сақтаймыз. Фотосинтездің жарық фазасы грана мен тилакоидтарда жүреді. Тилакоид жеке-жеке өсінді, олар бірігіп грананы түседі. Енді тилакоидтың ішкі кеңістігін люмен деп атайды екенбіз. Енді тилакоидтар бір-бірімен ламелла деп аталатын өсінділер арқылы байланысқан екен. Жалпы хлоропласттың ішін толтырып жатқан сұйықтық строма деп аталады. Осы строманың ішінде бізде ДНК, рибосомалар, крахмал дәндері бар екен. Жалпы рибосомалар хлоропласттың өзіне қажетті нәруызды түзеді. ДНК бар, яғни бұл оның полуавтономды немесе жартылай автономды органоид екенін көрсетеді. Яғни басқа органоидтарда ДНК болмайды, хлоропластта бар. Ал крахмал дәндері түзілген фотосинтездің нәтижесінде түзілген глюкоза крахмал дәндері түрінде қорға жиналады екен. Сонымен тилакоид өсінділер, олар грана түзеді. Тилакоидтың ішкі кеңістігі люмен, тилакоидтар бір-бірімен ламеллалар арқылы байланысқан. Тилакоидтардың қызметі жарық фазасы жүреді, ішін толтырған сұйықтық строма, онда фотосинтездің қараңғы фазасы жүреді. Жалпы хлорофиль бұл жарықты жинақтайтын пигмент. Ол осы хлоропласттың ішінде болады. Хлоропласттың негізгі қызметі фотосинтездің жарық және қараңғы фазасын жүзеге асырып, глюкозаның синтезін жүзеге асырады. Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен жасушаның ішіндегі екі мембраналы және мембранасыз органоидтарды қарастырдық. Тақырып аса күрделі. Сондықтан түсінбей жатсаңыздар, видеоны 2 рет көріңіздер және слайд көрсетілімдегі негізгі ұғымдарды міндетті түрде дәптерге жазыңыздар. Сіздерге бүгінгі менің түсіндірген сабағым түсінікті болды ғой деген ойдамын. Онлайн тест платформасындағы тестті шешуді ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.